ерінбеңіздер, бұл мен бизнес планды 3 күн жаздым уақыт кетіріп. Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube көрермендерім. Бүгін біз мінекей көріп тұрғандарыңыздай қаз өсіру бойынша бизнес жобаны айтамыз. Бизнес план ғой. Сіздер осы бизнес план басталмас бұрын тіркеліп кетіңіздер каналға, комментарийларды айтып, өзіңіз тілектеріңізді білдіріп, лайк басып кетіңіздер. Ал енді біз бастайық. Бүгінгі мінекей жобамыз қаз өсіру бойынша. Бұл енді біз Солтүстік Қазақстан облысы Шал-ақын ауданы Бірлік деген ауылда өсіріп жатырмыз. Және де осы не алдым ғой, грант алдым. Мынаны әйелім осы грантты қорғады. Біз бірге мінекей өсіреміз деп. Сөйтіп грант ұтып алдық. Біз 1.400.000, ары қаратай тағы 780 ба сондай бар. Енді мінекей бастайық. Біз мінекей жобаның бұл мақсаты енді ет өнімдерін өсіру, балапан өсіріп, соны сату, жұмыртқаларды жұмыртқа шығарып, ол енді әрбір жыл сайын бірте даму керек қой. Ол үшін білім керек, қаражаттан басқа да көп нәрселер керек. Сондықтан бірте дамыған жөн. Басында балапандай сатып алып, өсіріп көрген жөн. Егер ол өсіріп қолыңыздан келіп жатса, келесі жылы жұмыртқа алып, инкубаторда шығарып көріңіз. Содан кейін, егер ол сіздің қолыңыздан келіп жатса, қаздарды алып қалыңыз. Қыстың күні жұмыртқаны өзіңіз өндіріп, жұмыртқадай сөйтіп ақырын көтеріле бересіздер ғой. Кеңіте бересіздер өзіңіздің. Мінекей бұл жерде біз жобамызда ең басында сөйтіп түсіндірдік та, 200 балапан алып, соны өсіру керек. Келесі жылға біз сосын алла жазса, егер жақсы болған жағдайда біз инкубатор аламыз, брудерлар аламыз. Өйткені балапан кезінде қиын оларды өсіріп алу. Сол үшін брудер істеу керек. Біз орнын арнайы бір 10 күнге дейін балапандарды ұстайтын жер. Және де біз осы оны мінекей осындай кестеге келтірдік. Мінекей бар керек. Мына жерге ең минимальный 1.480.000 теңге. Мінекей үкіметтің беретін ақшасы 1.476.800 теңге береді. Оған біз мінекей қаздың балапандарын 200 штук аламыз дедік 2000 теңгеден. Өйткені біз қазір мінекей тамыз айы ғой, августқа уже үлкен балапандар керек та. Өйткені суточный ала алмайсың арзанға. Сондықтан үлкендей алып, бағасын 2000 теңге қылып, сөйтіп 400.000 шығады ол. Сосын инкубатор аламыз алла жазса. 1000 штуктан шығаратын, немесе 500 жұмыртқа кіретіндей сондай инкубатор аламыз, екеу. Өйткені сіз біреу алсаңыз, онда бір жұмыртқаны ғана қоясыз, мысалы қаздыкін, немесе индюктікін, тауықтыкін, олар өйткені әртүрлі температурада басып шығарады ғой. Сол үшін бір жұмыртқаға бір инкубатор бөлек керек. Сол үшін біз 2 инкубатор аламыз. Мінекей оған кетеді. Сосын брудер, жаңағыдай балапандар шығарады ғой. Балапан шығарған кезде оны бір аптадай 10 күндей жаңағы ық, жел жоқ жерге, жылы жерге, температурасы сай, влажности сай, сондай таза жер керек та. Осы 3 категория. Және одан бөлек су мен жемі, витамины, жаңағы антибиотигі тоже келіп тұратындай әдемі брудер 40.000 теңге тұрады. Заводской сондай темірден қапталған сондай әдемі брудерлар. Соны аламыз дедік. Және де сосын ол енді алла жазса өседі ғой. Өскеннен кейін оларды енді далада жаю керек болады. Оған судың ыдысы керек, жемнің ыдысы керек. Біз енді келесі биыл біз 200 бас алсақ, келесі жылы 1000 бас алып, сөйтіп бізге көп 100 ыдыс керек. Бір ыдысқа примерно 10 қаз деп есептейміз ғой. Жемнің ыдысы 100, судың ыдысы 100, осылай бағасы шығып тұр. Мен мынаны өтірік ойдан құрастырып жатқан жоқпын. Шын сенбесеңіздер, қараңыздар, OLX-тан бағаларын қараңыздар. 300-500 теңге әртүрлі болатын судың ыдыстары. Ал жемнің ыдысын мен 2000 теңге деп даже арзандатып қойдым. Ең арзанандай жем салатындардың 2800, бірақ та 2800-ге деген бір жағынан былай қымбат сияқты да. Сол үшін мен мына жерге арзандатып жаздым. Оны жарайды өзім алармын. Сосын лампочкалар керек, білесіздер, қаздың балапандарын лампочка қоясыздар. Қыздыратын жаңағы. Оған тоже керек. 2000 теңгеден ана инфракрасный лампочка, қызыл лампочкалар қымбат тұрады. Олар даже 2500 солай тұрады. 2000-ға да табуға болады деп ойлаймын. Сөйтіп біз енді келесі пунктіміз өткізілетін өнімнің бағалары. Оған енді біз қаздың қандай өнімдер береді, қаздың еті. Өйткені
адамдарға бүйтіп қазбен айналысқан кезде қаздың етін ғана сатады да, ал негізі оның қаздың майы бар, қаздың мамық қауырсындары бар, қаздың аяғы бар. Мысалы қаздың еті дәмді болады. Жылына өзі в основном бір-ақ рет жейтін ет қой. Мысалы қойдың етін жыл бойы жей бересіздер, жылқының етін де жейсіздер, ал қаздың етін сіз жаздың күні вряд ли тауып алу қиын. Қаздың майы өте пайдалы. Сіздер қараңыздар, мысалы 3500 деген қазір менде 200 қаз болса, келесі жылы мен 3000-нан сатамын, өйткені менде 1000 қаз дейді, олар тез өткізу керек. 7000 теңге килограммы деп таңғалып тұрған шығарсыздар. Шынымен қаздың майын білетіндеріңіз комментарийға жазып кетіңіздерші, міндетті түрде. Сіздер қай қаладан қанша грамм, қанша теңгеге алғаныңызды, неше теңге кетірдіңіз. 200 грамм онан, 100 граммнан сөйтіп алады адамдар. 200 граммын 2000 теңгеге алғандар, немесе одан да қымбат болады. Қаздың майы өте қымбат. Ал қаздың мамығына, қауырсындарына келетін болсақ, одан альпинистарға, сондай суық жердегі пуховиктар тігіледі, курткалар. Альпинистарға арналған сондай қымбат бағаланады олар. Сол үшін оның бағасы мінекей арзан, өздері келіп алып кетеді 3500 теңгеге. Ол бір қаздан 300 грамм мамық шығады. Бір қаздан 1 килограмм примерно май шығады да. Сөйтіп біз мінекей есептедік, 200 қаздың мысалы 20-сы өледі, жоғалады деп. 180 қаздан міне 720, орташа есеппен алғанда 4 килограмм деп. Бір қаз 4 килограмм дегенде 720 шығып тұр. Оның 2.520.000 теңге болады. Шатасып кеттің бе? Бұндай миллион деген сандар айтпағаннан кейін көп шатасады екенсің. Қаздың майы мінекей 180 қаздан 180 килограмм май шығады. Ол 1.260.000 теңге шығару керек есеп бойынша. Енді алла жазса сатамыз. Сіздер жазылып кетіңіздер маған. Қыстың күні алла жазса осы сатып аласыздар осы өнімді. Қымбатсынбаңыздар, мен қымбатқа сатып жатқан жоқпын. Қазымның еті ғана қымбат, майы арзан, жаңағы мамығын олар бәрі сіздер алмайсыздар. Қаздың еті енді қымбат. Өйткені мен көріп жүрсіздер қалай бағатынымды оны. Таңертең әлгі бұлаққа жаям, жасыл шөп жейді, натуральный тап-таза өнімдермен оларды өсіріп жатырмын ғой, сол үшін қымбаттырақ қылып сатамын. Өйткені менде еще аз ғой ол балапандарым. Қаз аз. Сондықтан мінекей 180 ғана қаз шығады. Ол аз ғой. 6 ай баққан кездегі әлгі таза табысым маған күніне 5000 теңге жалақы болып тұрады. Алла жазса енді мінекей қаздың аяғын сатып жүреміз. Қаздың аяғын үйтіп одан андай не істейді, аталай холодец деген бар ғой. Холодец дейді, немесе гусиные лапки істейді да, үйтіп сондай дәмді қылып. Балапан биылдыққа біз балапан сатпаймыз. Сөйтіп мінекей грязными 4 миллион пайда шығу керек, бірақ ол 4 миллионның әлі жұмсалатын нәрселер бар, жем бар, жем шөбі бар, электр энергиясы бар, оның барлығын әлі бизнес план соңына қартай есептелген болады. Дұрыстап қараңыздар, ерінбеңіздер. Бұл мен бизнес планды 3 күн жаздым уақыт кетіріп. Мінекей мынау алла жазса келесі жылға қаздың еті 1000 штукқа есептелген, қаздың майы да барлығы 1000 штукқа есептелген. 3000 теңгеден сатылады, мінекей 4000 килограмм шығады алла жазса. Енді 4000 килограмм шықпайды ғой, 3500 шықса да, мына жерде мен что-то былай қиналып былай ойланып отырып жазып жібердім да. Егер 1000 барлығы тірі болса, алла жазса шығады. 4000 килограмм 12 миллион, мінекей общий пайдасы, 20 миллион 150 мың теңге шығады ғой. Алла жазса балапан сатылып, 1000 штук балапан сатсақ, 2000 балапан шығарып, 1000-ын өзім алып қалып, 1000-ын сатсам деген ой бар. Енді алла жазса келесі жылы менен алаңыздар балапанды. Және де мінекей 26 жылға біз уже тағы да қойып, енді менде опыт бар ғой. Сіздер қарайсыздар, ютубтан қарайсыздар, тиктоктан қарайсыздар. Осы барлығына қосылып қаз бағу курсы қосылады. Мен өзім айтам, осындай общество жасаймын, сообщество, осылай қаз бағатындар, құсшылар группасы болады бізде. Сөйтіп алла жазса ойлаймын да, 26 жылға 5000 теңге болады бір курс. 5000 теңге, 5000 теңге деген былай ақтайды спокойно. Ойлаңыздаршы, 1000 адамға сатса 5 миллион теңге болады деп өзім енді есептеп жатырмын да. 5000 теңге деген дым қымбат емес. Ойлаңыздар, сіз 2 қаздың балапанын, жайт 3 қаз дейік, допустим, 3 қаздың балапанын сіз 6000 ба 5500-ге аласыз примерно. Оны сіз бір курспен, мысалы, өліп қалуы да мүмкін олар. Сол үшін бір курс алып алу проблема емес. Осылай есебі мінекей 36 миллион 225 мың теңге пайдаға шығам, алла жазса енді. Осындай план. Мінекей
пайданың болжамы. Мына жерде мінекей грант алған жылы бар, сосын келесі жылы 2025 жылы, мына 24 жылы ғой, мына 25-ші, мына 26 жылғы. Осылай мінекей бірінші жылы мінекей менде балапан қазбағу курсы болмайды, сосын ақырындап мінекей балапанды қосам, 20 миллион болады. Қаздың санын да көбейтеміз әрине. Қаздың саны көбейген үшін осылай 4 миллионнан бір жылда алла жазса 20 миллионға дейін өсеміз деп отырмыз. Сосын оны тоқтамай тағы да дамытып 1,5 қазы асырап сөйтіп 36 миллион теңгеге дейін. Бірақ бұған шығыны да өте көп, өйткені бидай мысалы жаңағы 1000 қазға ең кем дегенде жоқ деген кезде семірмей просто өсіру үшін 30 тонна жем керек. Ол 30 тонна 80 мың теңгеден есептеңіздер. Енді ол есебі мінекей мынау шығын кестесінде бар. Мынау бірінші жылға мінекей инкубатор, балапанның орнын дайындау, барлық шығындар осылай кетеді. Сіздер көріп тұрғандарыңыздай адамның жалақысы есептелмеген. Және де мінекей мына жақта мінекей жалақы бар, барлығы есептелген, уже шығындар мінекей 120, мынау бірінші жылға, екінші жылға, үшінші жылға ақырындап есептелген. Осының барлығын есептеп түсіндіріп қалай екенін барлығын. Если что, мен осы бизнес планды сатып жіберем сіздерге, егер жазсаңыздар маған. Так, қайда кетті? Шығыс, мінекей мынау шығындары. Мінекей шығындар мен кірістерге түсінігі бар, барлығын осылай әдемілеп тұрып жаздым ғой. Паузаға қойып оқып алсаңыздар болады. Қазір мен манағы айтқан нәрселерім ғой, сол күнде эфирда жаңағыдай айтып жүрген әңгімелер бұл. Мен өзім подписчиктарыма қызықсыз болатын шығар. Мына жерде 24 жылға 2024-тен 26 жылға дейін мінекей түсінік қайда кетеді деген сияқты. Мінекей мына жерде электр энергиясын тұтыну 5 есеге ұлғаяды. Жаңағы жалақының мөлшері 120 мың теңгеге көтеріп 9 ай жұмыс істейміз. Шындықты жазасыздар да, енді әлгілерге прям статистиканы күшті қылайын деп сіздер қазір 12 айға жұмысшы алам десеңіз, енді ол бір жағынан өтірік қой, өйткені сіз қазды 12 ай жыл бойы бақпайсыз ғой. Содан кейін алла жаса 2026 жылы жаңағыдай сіз уже жұмыртқа шығарып, өзіңіз жұмыртқа шығарған кезде мінекей 26 жылы уже жұмысшыларды 12 айға сіз жұмысшы ала аласыз. Батында ала алмайсыз. Мен өзі жаздым 24 жылы жұмысшыны тек қана осы желтоқсанға дейін алып, келесі жылы осы мінекей 9 ай ғана жұмыс істейді деп. Сөйтіп, главное, мына жерде шындықты да жазсаңыздар қалай істейтінін. Осы ғой, осы бизнес планды түсіндіріп, жұмыс істеп сіздерге сатып жібере аламын. Бағасы енді білмеймін, келісеміз. 10 мың теңгеден қымбат болмайды. Мен бұл бизнес планды 3 күн істедім. Мен тағы таныстарым болды. Бизнес план сатып алады, 25 мың теңгеге сатып алады, бірақ өтпейді әлгілері. Айтады, мен уже 4-ші рет қатысып жатырмын дейді. 4-ші рет қатысып жатырмын осы бизнес планмен. Өте алмай жүрмін дейді. 25 мың теңге төлегенше лучше мінекей осы бизнес планды алыңыз, есептерін көрініп тұр ғой. Мысалы 10 мың теңгеге, 7 мың теңгеге төлейсіздер, зато сіздер өзгертесіз, есебін, сөзін өзгертесіз, бірақ мынау каркасы, шаблоны қалады да сіздерге. Қымбат емес деп ойлаймын. 10 мың теңге деген не, қайда кетпей жатыр деп қояйық. Шығыс болмай, кіріс болмайды дейді. Сондықтан осы біздің қаз өсіру деген бизнес планымды сіздерге қорғадым деп есептеймін. Тіркеліп кетіңіздер, міндетті түрде комментарий жазыңыз, қалай деп ойлайсыздар, выгодно ма, выгодно емес пе, пайдаға аса ма екен, комментарийда бөлісіп, осы видеомен кәсіп ашқысы келетін құсшылар болса соларға бөлісіңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.